Қайырлы күн, менің есімім Айбарыс. Мен жас режиссер, продюсермін. Түркістан қаласының белсенді көшбасшы жастарының бірімін және елбасы медалі қатысушысымын. Жалпы елбасы медалі жобасы жайлы айтатын болсақ, 3 сөзбен жеткізуге болады. Жастар, еңбек, болашақ. Не себептен бұлай дедім? Біз мына жастар еліміздің болашақ мұрагерлері, осы елдің болашағын, жарқын болашағын қалыптастырушысы. Жастарды болашаққа дайындап, білікті, білімді етіп тәрбиелеу мақсатында осы елбасы медалі біздің президентіміз, елбасымыз бізді осылай дайындап жатыр. Біздің деңгейіміз бойынша біз 6 ай бойы осы елбасы медалі жобасында жұмыс жасаймыз және бірнеше бағыттардың ішінде маған ең қатты ұнағаны өзімнің дарын мен дағды бағыты. Бұл жоба маған не үйретті, қандай тәрбие берді? Адамдармен дұрыс сөйлесе білу, істей алмаймын, қолымнан келмейді дегеннен аулақ болу, тәуекел ете білу, намысқа тырысып бастаған істі аяғына дейін жеткізу көп пайдасы тиді. Өмірімді айтарлықтай өзгертті. Берер ақпараты мен рухани азығы өте көп болды. Табысқа жету жолында барлығы оңайлықпен келмейді. Мысалға, сіз қанша жерден нан жесеңіз де, өзіңіздің еңбекпен тер төгіп тапқан жеген наныңызға жетпейді. Себебі сіз оның қалай келгенін, қандай еңбекпен келгенін түсініп, соған қуанып отырып жейсіз. Әрине сол сияқты әрбір істі, әрбір тапсырманы аяқтаған сайын үлкен жауапкершілікті істі атқарғандай өзімізді сезінеміз. Бәрінен бұрын осы тәлімгер апайымызға, Фазилат апайымызға рахмет айтқым келеді және осы жобаны ұйымдастырушыларына көп алғыс. Біз қазір бір үлкен таудың ортасында тұрғандаймыз және сол таудың биік шыңына жету барысында біз әлі күнге дейін еңбектеніп, осы тырысып жұмыс жасап жатырмыз. Әрине, сол күндерге жетеміз, мақсатымызға қол жеткіземіз, Құдай қаласа. Бүгін бір әсерлі видео болды. Назарларыңызға рахмет.